Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге осы март айының басында еккен және де отростыққа қойған өсімдіктерімді көрсететін боламын. Ең біріншіден мынау помидор. Помидордың жағдайы осындай. Осыларды енді бөлек ыдыстарға әрқайсысын егетін боламыз. Мынау мінекей перец болу керек. Қазіргі жағдайы осындай. Мінекей, мынау да сондай. Барлығы дерлік шықты. Осыларды әрқайсысын бөлек ыдысқа егуім керек. Енді 11 мартта теңге гүлін отростыққа қойған болатынмын. Соның жағдайын қазір көреміз. Жағдайы осындай. Мен әлі су құйған жоқпын, оған жайлап тамырлары шығып жатыр. Тамырлары көрініп тұр ма? Осындай болып өсіп жатыр. Енді бұларды қайтадан орналастырып, топырағы сәл құрғаған уақытта үстіне суын құйып қоямыз. Қатты бұлшытып керек емес. Өзінің бойында да су болады бұның. Сондықтан да бетін жауып, құрғап кетпеу үшін қойып қоямыз. Енді мақтада өсіп жатқан помидорларым дедім ғой. Бұлар әлі бөлек ыдысқа отырғызылған жоқ. Бұны да енді егетін боламыз. Енді мақтаға жабысып жатыр. Мақтасымен бірге отырғызамыз. Себебі тамырына зақым тимеу керек. Бұл помидорлардың жағдайы. Қазір мына жерді де ашайық. Жабысып жатыр. Бұйырса осыларды егеміз. Бұлардың енді әрқайсысына көп ыдыс кететін болады. Ал мынау дегеніміз, бұл қазір 15 мартта егілген павловния деген ағаш. Кішкентай болып шығып жатыр. Көріп тұрсаңыздар. Бұлар енді 3-4 жапырақ болғаннан кейін стаканға отырғызатын боламыз. Бұны мен бетін жауып, күннің көзіне қойып қойдым. Терезенің алдына жайлап өсіп жатыр. Қазіргі осылар. Қиярларым қазір 4-ші жапырағын беріп жатыр. Қазір біреуін көрсетем. Қиярым. Қиярымның қазіргі түрі уже мынау 4-ші, 5-ші, 6-ші, 5-ші, мынау 6-ші жапырағы. Тамырын көрсеңіздер. Негізі осындай пластмас ақ ыдыстарға еккеніңіз дұрыс. Себебі тамыр берді ма, берген жоқ па, қарап отыруға жақсы. Енді ағырсы жоқ болған жағдайда мынандай ыдысқа да егуге болады. Мұндайда енді астынан қарауға болады. Әлі де тамыры көрінбейтін сияқты. Сонда да өсіп жатыр. Енді мына жері ұзын сабағы сорайып кеткен. Білмеймін, енді бірінші рет егіп отырмын. Ары қарай көреміз. Қалған қиярларымның да жағдайлары осындай. Енді осыларды егетін боламыз. Астың жақтарын жасатамыз.
Тамырларын арайлаймыз. Осылай қойып қоямыз. Енді осындай бұрынғы пайдаланып жүрген ыдыстарыма егетін боламыз. Енді менде қазір пенопласт жоқ болып тұр. Сонда да егіп қараймыз. Топырағын саламыз. Жаңадан сатып алынған топырақ. Соған әкеліп егеміз. Енді екеуін қатар егіп жібереміз. Тамырын бұзбай. Енді бұның үстіне топырақ саламыз. Енді гүлмен жұмыс жасаған осы. Жан-жағымыз қопырап. Енді бұны оған мән бермейміз. Осылай еге береміз. Қарап отырамыз. Содан кейін тамырланды ма екен. Қарап отырамыз. Енді қалған помидорларды осылай егеміз. Барлығы бір-біріне жақын орналасып қалған екен. Енді бір-біріне жақын орналасқан, айырылмай жатыр. Осылай ере береміз. Енді осында егеміз. Мына помидорды егу керек, себебі жапырақтары бұйраланып, қайырылып бара жатыр. Мінекей осындай ыдыстарға егіп қойдым помидорларды. Енді тағы да осыларды барлығын егетін боламыз. Мінекей дайын болған помидорымыздың үстіне су құям деп айттым. Енді соған 2-3 жапырақ шықты. Бұған мен кішкентай бір тамшы йод қосылған суды құятын боламын. Қазір мінекей мына суға осыны енді құйып шығамыз. Бұлардың мен астын тесіп қойдым. Көрініп тұр ма? Тесіп қойдым бұлардың астын. Енді бұған құйып шығамыз. Астындағы ыдысқа жерге тамып кетпес үшін ыдысты қойдым.